Менің есім Қыдырбек. Сыр елі, жыр елі Қызылорда қаласының тумасымын. Мына біз сияқты жолда көп жүретін жандарға мына жолдың қадірі бөлек. Дамыған елдерде мына жолды күтіп баптау үшін жүрген жолдарына өздері төлеп жүреді. Уақытты үнемдейсің, жолаушыларға да жайлы. Дұрыс негізі мына жолдың ақылы болғаны. Мен Астана, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғынымын. Есімім Мәди. Ата-аналарымыз Қарағандыда тұрады. Енді мына немерелерін сағынбасын деп екі ортада көп жүреміз. Енді бұрынғы жол өте жаман болды, өздеріңіз білесіздер. Уақытымызды алатын, көлігімізді тоздыратын. Енді қазір жол жақсы. Бұл жолға неге төлемеске? Жол болсын, сәт сапар. Есімім Дәурен, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғынымын. Осы салада қызмет етіп келе жатқаныма 14 жылдан асты. Ақылы жолдар ашылғаннан бері жол көлік апаттар азайды. Халықаралық жүк тасымалындағы көліктердің ағыны көбейді. 21 ғасырдағы Ұлы Жібек жолы қайта жанданды. Есімім Ермұрат, Талдықорған қаласының тумасымын. Мына жолдармен жүргеніме 10 жылдан асты. Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан бағытында жүк тасимын. Бұрынғы күндерінде есім алсам, жаным ауырады. Жол азабын көп көрдік. Жол жаман болған соң, көлікте сынғыш келеді, жолда ұзарып кетеді. Ал қазір міне, жол тақтайдай, ақылы жол болған жақсы болды. Жетем деген жеріңе жоспарлаған уақытында барасың. Тамаша.